Саламатсыздар ардақты ағайын. Араға апта салып, бәр есімде бағдарламасы эфирге қайта шықты. Жарыққа шыққанына қаншама уақыт өтсе де, қайталап көре бергін келетін көркем туындылар қазақ кино өнерінде аз емес. Қыз жібек, Атаманның ақыры, Менің атым Қожа, Трансібір экспресі. Біз осы қайталанбас фильмдердің қатарына 80 жылдардың басында жарыққа шыққан өтелмеген парыз туындысын қоссақ, қателеспейтін болармыз. Қазақ көрермендерінің сүйіп тамашалайтын туындыларының біріне айналған аталмыш фильм бүгінгі бағдарламамыздың арқауы болмақ. Студиямызда естеліктер айтуға арнайы қонақтарымыз келіп отыр. Әңгімемізді бастамас бұрын тілшілеріміздің арнайы дайындаған бейне материалдарын тамашалап алайық. Таза жүректен таза өнер шығатындығы белгілі. Жақсылықты көре білу, оған балаша қуану, тек жүрегі нұрлы, көкірегі ояу, санасы биік. Тұла бойы тек қана еліне, халқына деген шексіз сүйіспеншіліктен тұратын әзиз адамның ғана қолынан келері сөзсіз. Кино режиссер Серік Жармұхамедұлы өтелмеген парыз фильмін жазушы Төлен Әбдіковтің «Қыз Бәтіс пен Ерсейіт атты повесінің желісі бойынша 1984 жылы түсірген болатын. Міне бүгін біз осы туындының айтылмаған сырларымен бөліспекпіз. Сабыр ет. Жаратқанның ісіне шара не? Жылай көресің. Бұл фильмнің өзектілігі ұрпақ қалдыру. Қожабек шалдың жалғыз ұлы Сұлтан көлік апатынан қазаға ұшырайды. Ұлының артынан қалған ұрпағы барын естіген қария қалаға жол тартады. Осы сапар барысында баласының небір құйтырқы істермен танысып, бөтен әлемге түскендей өзін кінәлап қайтады. Өзінің туған ауылынан Алматыға жеткен сапары жаңағы қайта өткенге оралуымен бірдей болды. Ұлының әрбір жүріп өткен баспалдағын, әрбір жүріп өткен жолына ол кісі қайта оралды, бірақ та өзгеше бір көзқараспен қарады. Осындай қазақылықты дәріптеген картинаны халықпен қауыштырған режиссердің бұдан да бөлек Сәрсенбінің сәтінде «Екі мая шөп», Трансібір сынды киноларымен 9-ға тарта деректі фильмі бар. Сонымен қатар 500-ден аса қазақ фильмдеріне дубляж жасады. Көптеген енді бізде азаматтарымыз өнерге сондай белсенді жұмыс жасаған арқасында жаңағы ұмытып кетеді, атақ деген сияқты нәрселерді, қарапайымдылық па өзіне бір тән, сонысымен ба бұл кісі көп еленбей қалды негізінде. Көп жерде жазылмағанда. Бірақ дегенменде жазылатындай тарихқа еніп көп еңбектері бар жасаған. Бүгінгі таңда қазақ режиссерлары кино түсіргенде екі түрлі мақсат көздейді деп мен ойлаймын. Өйткені көрген киноларынан ол анық аңғарылады. Олардың бірінші тобы бұл киноны Қазақстан Республикасының ақшасына түсіріп, оны тезірек шетелге апарып, шетелге жаңа үлкенді кішілі бәйгелерге қатысып, содан әйтеуір қалай болғанда да бір атақ алу. Ал енді екінші тобы режиссерлердің бұл өзінің жаңа туындысын ол дәл қазақ халқына арнап, қазақтың көрермендеріне арнап, осы өзіміздің қазақ халқының ұлттық, мәдени, рухани өсуіне кішкене де болса ықпал жасауға тырысып, қазақ халқының көкейіндегі мұңын соны халыққа қайтадан жеткізуге, соған жаңағы қалай болғанда да ұлтымыздың өркендеуіне кішкене де болса үлес қоссам деген бағытта түсіреді. Енді осы жаңа екінші топқа жататын өзінің халқына, өзінің ұлтына түсірген шығармасын ең бірінші оның бағасын беретін де өзіміздің халық деп есептейтін, оның көрермендер де өзіміздің халық деп есептейтін режиссерлердің бірі Серік Жармұхамедов. Бұл туынды көрерменнің жадында оқиғалық құрылымымен есте қалған. Психологиялық драма жанрында түсірілгендіктен режиссер ірі пландарды жиі қолданады. Сонымен қатар фильм актерлер ансамблінің үйлесім тапқандығымен де ұтымды. Меруерт Өтекешева, Досқан Жолжақсынов, Гүлнар Дусматова, Нағима Есқалиева, Оразхан Кенебаев сынды дарынды актерлермен қатар өмірден озған Қожабек шалдың рөліндегі Әнуар Молдабеков, Сұлтанды сомдаған Жамбыл Құдайбек
Құдайбергенов бейнесі біздер үшін тек экран бетінде сақталды. Ең соңындағы жаңағы қайта ауылына кемпіріне оралып бара жатқан сәттегі ұлының әнін жаңағы дауысын магнитофонда кассетамен ойнаған сәттегі ірі планмен алынған қарияның көзқарасында жаңағы үмітті жалғаған бір өкініш бар. Сол бір өкінішті Әнуар Молдабеков өзі жақсы бір керемет сомдаған бір бейнелерінің бірі болды. Бұл рөлге Әнуар Молдабековтың таңдалуының өзі режиссердің көрегендігінің белгісі. Бастапқыда Қожабек Ақсақалдың рөліне Нұрмұхан Жантурин, Әбілқасым Жамбырбаев ұсынылған екен. Алайда режиссер Әнуар Молдабековты лайық деп тапты. Актер бұл кезде небәрі 46 жаста болса да, Ақсақалды қарияның бейнесін ойдағыдай сомдап шықты. Ал сәттіліктің кілті әкемнің жүріс-тұрысын, қимыл қозғалысын түгелдей қайталап шыққандығымнан деген екен Әнуар Молдабеков. Бақытым сенсің, барымсың, дариғай мынау жанғандай, таңдақта сүйген жарымсың. Есіңізде болар, қалаға келгеннен соң басты кейіпкер Нұрланның үйіне тоқтап шай ішеді. Дастарханның үстінде ойланып отырып, нанның үгіндісін жинап, алақанымен аузына салады. Кинодағы ұлттық деген ұғым осы болса керек. Нан қадірлі, нан құдіретті, нан киелі деп сан рет айтсам да, экранда ұлттық сипатқа іліктіре алмайсың. Ал Әнуар Молдабековтың бұл әрекеті үлкен философиялық түйін болып шықты. Дәл осы көріністі өзі тапқан екен. Өтелмеген парыз фильмі осы жерден басталады. Қожабек шалдың жалғыз ұлы Сұлтан көлік апатына дәл осы жерде ұшыраған болатын. Түсірілім тобының қалауы бойынша машина тасқа соғылғаннан кейін 2-3 рет аударылуы тиіс болды. Алайда көлік бір-ақ рет төңкеріледі. Дегенмен бұл эпизод өте сәтті шығып, көрерменді сендіре алды. Фильмдегі мына бір көрініс Қожабек шалдың ішкі жан дүниесін, оның күйзелісін, өкініш сезімін көрсету үшін үлкен рөл атқарған эпизодтың бірі болатын. Ал бұл сәтті фильмге қосуға түрткі болған жағдай халық әні Әгугай еді. Әгугайымды айтамын, әужайыңды байқадым. Жағдай жақсы болса егер, асықпай-ақ қайтамын. Біздің Қарғап деген ауылымыз болған. Сол ауылда ағайын қайнағамыздың баласы үйленіп, Дәулет деген. Соның құдалығында, тойында бір айтқан қазақтың ән айтқан орындап. Сонда жаңағы Серік Жармұхамед деген өзі ұнатып, тойда болған, құдалықта болған. Содан кейін маған осы неге киноға осы әніңіз керек болды, қазақ ән деп. Ол кісі маған мәшине жіберіп шақыртты. Ол кезде бара алмадым. Одан бері бірталай жыл өтіп кетті ғой. Ол кезде Дегенбай кезім еді, жас даусым да, аузым да бәрі айбат. Қазір енді дегенмен 30 жыл уақыт өтті одан бері. Жағдай жақсы болса егер. Өтелмеген парыз фильмінің соңғы эпизодтарының бірі дәл міне осы жерде өтті. Немересін іздеп келген Қожабек шалдың соңғы нүктесі міне осы Саяның үйінде тоқтаған болатын. Ашынған ананың ашу ызасын, өкпе назын естіген Қожабек шалдың тауы шағылып, баласының орнына Саядан кешірім сұрайды. Сұлтаныма, сенің де жүрек түбіне сақтаған өкпең бар ма? Жоқ ата, жоқ. Туынды өз заманында мақталды, сынға да ұшырады. Драматургиялық құрылымы ырғақты үйлесім таппағандығы айтылды, ал бүгінде бұл картинаның көтерген тақырыбы өзекті болып отыр. Әкесі қалаға баласын іздеп барған кездегі жолдастарымен бірге, оның жолдастарын тауып, солармен бірге оның баласының өмір тұрылып кембөлі кездерде осы фильмнің соңғы развязка дейміз ғой, жаңағы
шарықтау шегінен кейінгі шешілу кездерінде фильмде біраз шұбалаңқылық бар. Ұзақ сол жері көрерменді мүмкін жалықтыруы мүмкін, бірақ дегенмен де фильм аяқталған. Бұл фильмнің соңын режиссер екі түрлі нұсқамен аяқтаған екен. Біріншісі Қожабек шал немересімен кездесіп мақсат мұратына жетеді. Бірақ бұл нұсқа ертеге жақындау, тым қарапайым болғандықтан режиссер екінші шешімге тоқтайды. Шал зираттың басына келіп, асықтарды моланың басына қояды. Ал асықтарды зиратқа тастау Олжас Сүлейменовтың ұсынысы болыпты. Өтелмеген парыз фильміне кішігірім зерттеуіміз міне осындай. Көпшіліктің жадында Қожабек шалдың бейнесі арқылы есте қалған туындының ғұмыры әлі де жалғасын табарына сөзсіз сенімдіміз. Осындай мәңгілік тақырыптарды арқау еткен туындыларымыз алдағы уақытта да көп болғай. Естеліктерді әр жерден, кітаптардан, бұқаралық ақпарат құралдарынан оқығаннан көрі, сіз сияқты мықтылардың аузынан естіген біз үшін ғанибет. Осы фильм халықтың бәрін болған кейбіреудің есінде қандай қасиеттермен, қандай ерекшеліктермен қалуы мүмкін десе, мен екі нәрсені басып айтар едім. Бұның тақырыптың мәңгілігі. Әке мен баланың, балам мен немеренің, солардың арасын көрсету, бұл өмір бақи бітпейтін әдебиетке де, жаңағы өнердің қай саласы болса да әсіресе киноға дөп түсетін нәрсе. Ал енді дәл осы тақырыпты енді немересінің дәл бүгінгі қатқыл заманда кәдімгі біреуміз кәдімгі қабақ шытып қарайтын зат қуған заманда, мысалы үшін немеренің де әкесін, атасын іздеуі мүмкін ғой. Міне дәл осындай кино жасаса да бүгінгі таңының тақырыбына дөп келер еді. Ал ол кезде де ойымызда болды. Ал енді мынау немересін іздеп атасы содан бойынан не құя білді кейінгі ұрпақтың дегенді. Ал енді соны керісінше алып көрсек қайтеді. Енді немеренің әкесін өзі тастап кеткен, оның атасын іздеуін. Ол кезінде оған көп рұқсат етілмейтін. Оның кезінде кәдімгі, ал бүгінгі таңда бұл кәдімгі көкейтесті үлкен мәселелердің біреуі болуы мүмкін. Киноның кезінде сүрілу барысындағы алаңдағы қиындықтар, 40 жастағы қылшылдаған Әнуар Молдабековтың жас кезінде 70 жастағы ақсақалды сомдау қиындық келтірген жоқ па? Соларды ашып айтсаңыз. Мынау мәңгілік тақырып болғаннан кейін, бұған кәдімгі актерлардың да сон жүкті, үлкен ауыр жүкті көтеріп алып кететін мойын арқылы актерларды көбірек іздедік. Сол жағын алып қараған уақытта ең алғашқы есімізге түскені осы қазақ фильмінің кәдімгі үлкен аталардың біреуі сықылдығы болып қалған біздің Жантурин ағамыз. Одан кейін облыстық театрларға барып, оның ішінен бір 2-3 актерларға тоқтадық та, оның ішіндегі бір жан басына келеді-ау, ұлттық қасиеттерді, үлкендіктің екенін біледі-ау деген есеппенен жаңағы Жаңбырбаевты шақырдық. Кәдімгі Семей театрының кәдімгі тірегі болып тұрған, діңгегі сықылды, ол кісінің айтқаны кәдімгі дуалы ауыз болып тұрған, сол Жаңбырбаев ағамыз шақырдық. Ал енді Әнуар болса, Әнуар ол кезде бар жоғы 46-тағы жігіт болатын. Осы әңгімеден бір әңгіме шығып отырып, жаңағы Әнуар мен жаңағы осы сен шалдың рөліне шақырсақ қайтеді пробаға. Болмаса көрерсің. Деп сол әңгімеден әңгіме қозғап отқан уақытта, менің деп сөйледі, әкемнің, шал әкем болды, сол әкемнің әр қасиеті, әр бір қимылы маған бір өсиет құсап көрінетін. Үлкендік құсап көрінетін. Қазақи қимыл, сөз саптау, көзінің қарасының барлығы сол үлкендіктің, қазақилықтың жолы сықылды көрінетін. Агер реті кеп жататын болса, мен сол әкемнен көп нәрсені алатын шығармын деген. Әкесі-ау, тоқтай тұршы. O ne? Мынаны кисеңші. Жарайды. Біреу сұрай қалса, дәрігерге кетті дерсің. Жарайды. Жақсы. Көбіне көп жаңағы Жаңбырбаевты мақтағандар көп болды. Өткен жасы да келіп тұр, оны өкен әр қимылы да, оны өкен Абай ауылынан, Абай топырағынан жаралған адам, ол жағына өте мұқият болды. Ал енді Жантурин Нұрмұхан ағамызда бірнеше басмаштар туралы фильм түсіп жататын.
соның барлығында главный рөлді ойнап жүрген. Содан болу керек, ол кісінің әр қимылында, көзқарасында кәдімгі байсалдылық жоқ, кәдімгі жалт етіп қарау, айтуын ана ұрын ұстау керек, ананы ату керек, сол қалыптасып қалған екен. Сол бізге ептеп іштей жаңа күдік тудырған нәрсе осы болды. Сонымен ақыр аяғында жұрт оны мақтады, мұны мақтады, ақыр аяғында сол Әнуардан артық Әнуарға тоқтайық деген группаның да беталысы солай болды. Оған студияның басшылары да худсовет дейтініміз болады, олар қарсы болмады. Ақыр аяғында сол Әнуар әупірімдерді бастап кеттік пе сонымен. Осы кинода көріп отырып біз 70-тегі мынау әлі жас жігіт деген қысылдап тұр деген бір күмән болмайды. Өйткені ол не? Ол кісінің актерлық іші деген өте терең. Соқтан ол 15-тегі баланы да ойнауы мүмкін, 80-тегі шалды да ойнауы мүмкін, қысылдаған 40-тағы адамда да ойнауы мүмкін. Өйткені ол кісінің интеллекті сондай жоғары, дүниеге де танымы сондай жоғары болатын. Жаңағы сіздер Серік ағам айтып отыр, бір детальдеп жаңағы дастарханның шетіндегі нанның қоқымын жинап алып, оны аузына салып дейді. Мысалы үшін, оны қазіргі 60-қа келген адамда, 50-ге келген адамда білмейді. Ол кісі не? Ол кісінің мықтылығы сол жерге өздер мән берсеңіздер. Ол өзінің заманы, өзінің әкелері көрген үлкендердің әрекетін қайталап отыр. Ол аштықты көрген адам, нанның қадірін білетін адам. Ол өз заманының шежіресін сол арқылы көрсетіп отыр. Арамызда Әнуар ағамыздың жары Баян ханым келіп отыр. Бұл жерде алматылықтарда басына қалпақ кимейді. Бізде қалпақ киеді. Әнуар соны алған. Сол қалпағын киген әкемнің. Енді өзінің туыстарынан жаңаға Серік аға айтпақшы. Үндемей, анда-санда бір сөйлеп, бірдеңе сұрамаса, ешқандай ештеңе айтпайтын өзінің туысы бар еді, сондай нағашысы бар еді. Сол кісінің образын алған енді. Мен бәрін көрдім ғой, бәрін көрдім. Ал енді мынау жаңағы жүрген тұрыс киімге кигені барлығы менің әкемнен алған. Әкем өзі ұқсайтын. Екеуі бір-бірін өте жақсы көретін, баласындай. Жақсы күйеу бола болса, өз балаңмен бірдей дейді ғой. Сөйтіп екеуміздің өмір осындай халге келуімізге әкемнің көп еңбегі бар. Нұрлан, саған бір үлкен шаруамен келдім, қарағым. Өзің қол ұшын беріп көмектеспесең болатын емес. Айтыңыз аға, қолымнан келген жаянбайым. Сұлтаным қайтыс болғаннан кейін қаладан бір қыз телефон соқты. Тегін адам сұрай ма? Жақында тағы бір сыбыс естідім. Айтуларына қарағанда сұлтанымнан осы қалада бала қалған көрінеді. Бұйырмасын. Бірінші рет естіп отырмын. Өлгенім тіріліп, өшкенім жаңғандай бір үмітпен алып ұшып келіп ем шырағым. Ай, тегін сыбыс емес. Жүрегі құрғыр бірдеңені сезетін сияқты. Әнуардың ерекшелігінің бірі, оны көбіне көп крупный план көзін көп түсірдік. Өйткені оның көзі тарихты айтады. Көп актерде жоқ дүние. Көзі кәдімгі жаңағы лирикалық нәрсе болатын болса, оның көзіне қарап отырып, талай оқиғаны оқуға, көруге болады, көретін адамға. Оны көн, дәл осы актерский нюанс дегеннен тағы бір нәрсе есіме түсіп отыр. Жаңағы үшінші қызға келеді парктың ішінде. Одан кейін айтады, иә, Сұлтаннан менің балам болды. Бірақ бала екі қабаттың дегесін ол қарамай кетті. Ең соңында мен соны баланы сақтап қала алмадым деген жері бар. Сөйткен Сұлтаным менің аяғымның ауыр екенін естігенде кілт өзгеріп сала берді. Сырың белгілі, бала тауып аяқ қолымды матап тастағың келеді деді. Сұлтанның аузынан мұндай сөз шығады деп ойламап едім. Аяғыңа оралғы болатын ешкім жоқ. Айтқаныңды орындайын. Бірақ бұдан бұлай маған келуші болма. Мені бір жола ұмыт дедім. Сонда, Сұлтан, не деді саған? Жарайды, келмейін деді.
баласына айтатын сөзін кішкентай бір детальменен біз де оны аямай бердік, жаңағы шляпа жоқ болып кеткен алақанның ішінде деген. Сол жаңағы актердің бірнеше нюанстарына мына ұтымды болып шықты. Бұл психологиялық драма. Әкенің баланы іздеуі, немерені іздеуі. Қарап отырсыздар, жаңағы бір ғана сол кездегі сипат. Қазіргі біздің келіп жатқан қазіргі індеттің алғашқы көріністері онда. Біз қандай ұрпақ тәрбиеледік деген сұраққа жауап іздеу. Серік аға, өзіңізге қайтып оралғым келіп отыр. Осы фильмнің барысындағы сіз әдемі қыз әнін таңдапсыз. Таңдау әдемі қыз әніне түсіпті. Сол жайында айтып берсеңіз, неліктен осы әнді таңдадыңыз? Мынау музыка дейтін жаңағы фильмнің ішкі штрихтарын ашатын. Кейде актердің, кейде айтатын ойын жетпей жатқан кезде музыка сенің жан жүрегіңді дір еткізіп, сезіміңді оятып кетуге тиіс. Қапалда бір фильм түсіріп жатқан уақытында кинода Қадыр Қосаев дейтін бір шал бар, дыбыс операторы. Оны екеуін музыкаға жақсы. Сол қызды бір жерден тауып көпті. Bir күні келіп алып айтты, ойпырмай, мен сұмдық әнін алып келдім. Соны жаңағы тыңдап, ақыр аяғында бүкіл группа соны ән айтатын болдық. Сол ән жаңағы мен көңілімде қалып қойыпты. Бұл әннің жаңағы фильмнің композиторы Базарбай Жұманиязов. Сол Базарбайға айттым, осы әндің бір нәзіктігі жаңағы немерез дегендей, жоғыңыз дегендей ән. Соның лейтмотивдің бәрін ең нәзік жерлерінде түгел әнін бермейік. Соның лейтмотив ретінде 3-4 нотасын ғана алып, соны тұрып қалған дұрыс болады. Жеке айтқызу шарт емес. Bir gösken kışkin taydan ahay, kurbu kuydi bahay. Biz sizgin el gün giyedim aydam elimize. Sevlim aval tenayım sen, baktım sen barımsın. Darigay mınav jalganday, tangdap da sigin jarımsın. Осы әдемі қыз әннің негізгі орындаушыларының бірі белгілі әнші Айгүл Қосанова келіп отыр. Жалпы әдемі қыз деген ән бұл Батыс Қазақстан әншілік мектебінде өзіндік орны бар, өзіндік репертуарында ойып алатын орны бар әндердің бірі. Рахмет, енді көпшіліктің атынан өзіңізден осы әнді орындап беруіңіз сұрағым келіп отыр. Ортаға келіңіз.
Серік аға, сіз осындай тарихта қалатын шығарманы жарыққа шығарып, мыңдаған, миллиондаған көрерменнің көз алдына келдіңіз. Енді сол шығарманың жалғасы болуы мүмкін ба? Арасында да бұның ар жағы текті қуалау, тектіліктің не екенін, жеті аталық дәстүр кәдімгі қазақтың қасиет тұтатын, кәдімгі Құраннан кем ұстамайтын мынау жеті аталық. Оны құр бай бала мысалы менің арғы жетім анау болды, мынау жетім, мынау жетінші ата мынау болды емес, соның қадір қасиетін айта білсек, жеткізе білсек, әрине кино болмасқа. Ол кезінде баяғы кезде ол қиындау болатын шығар, ал қазір енді еркін кезімізде қолға алса, соған ниеті болса. Сіз түсіргіңіз келе ме? Сіз? Әрине болар, дәл сол тақырыпта енді сценарий дайын болатын. Оған жұрттың көп ықыласы болмады. Тайбурылдың шабысы дейтін. Сол бір тақырыптың айналасында құрылған. Ол кезде ешқандай әртүрлі замандар болды, әр кез болды. Енді 70-тен асқан адамға жұрт, мен мына фильм түсір деп бере қоймайтын шығар. Ал егер беріп жатып ойпырма енді десе, тәуекел деп көруге де болар ма еді? Бұл философиялық сұрақ. Жаңағы атасының немересін іздеуі бұл фильмде. Ал енді қазіргі заманда сол немере өсіп, жетіліп, оң солын танып, өмірдің небір қияметінен өтіп, өткелегінен өтіп, небір жамандықты да жақсылықты көріп, басын тауға тасқа соққан ұрпақтың еш жиып, енді өзінің ата дәстүріне қарай мойын бұратындығын сол ұрпақ, сол немеренің атасын іздеуі деген, яғни өзінің тамырына қарай жол тарту жөнінде фильм түсіру, бұл кісі бола ма, басқа бола ма, қазіргі заманның ділгір тақырыбы. Кім болса да соны қолға алуымыз керек. Сол біз үшін, біздің қоғамымыз үшін, мына қазіргі кәдімгі тұманда адасып келе жатқан қазіргі қоғам үшін өте бір қажет тақырып қой деп мен ойлаймын. Лайымда дәл солай болсын, сіздің айтқаныңыздай. Студиямызға арнайы уақыт бөліп келіп, ел білмейтін естеліктерді қайтадан ашып, бізге жалпы жұртқа баян еткендеріңізге көп-көп рахмет. Қазағымыздың өнері өркендей берсін. Тарихи кинолар, атадан балаға қалатын мықты мұра болатындай нәрселер өзінің өлшемін таба берсін. Өтелмеген парыз атты жалпақ жұртқа әйгілі туындының беймәлім тұстарынан сыр шерткен, бәрін есімізге қайта оралтқан бағдарламамыз осымен тәмам. Аптайын алып, ел арнада қайта жүздескенше аман болайық ағайын.